Құрметті талапкерлер, сіздерді Темірбек Жүргенов атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатқа және өнер колледжісіне оқуға түсуге шақырамыз. Бізде актерлік өнер, графикалық және мультимедиялық дизайн, интерьер дизайны, киім дизайны, кескіндеме мүсін және графика маманы, станокты графика, станокты кескіндеме, анимациялық графика, мүсін, сәндік қолданбалы өнер және халықтық кәсіпшілік мамандығы, металды көркемдеп өңдеу, ағашты көркемдеп өңдеу, көркем тоқыма мамандықтары бойынша болашақ өнер майталмандарын дайындаймыз. Еліміздің әр аймақтары мен ауылдарында небір дарынды жастар бар. Сол талантты жастарды ары қарай дамыту біздің басты мақсатымыз. Саймазаева Гүлзира Бекеновна, біз актерлармен тілдің тазалығы үшін әртүрлі жаттығулар, әртүрлі тренингтер жаттаймыз, дайындаламыз. Себебі болашақ актерларға тілдің тазалығы, дауыстың мүмкіншілігі барлығы қажет. Ал енді біздің талапкерлерге қойылатын талап ең басты бірінші дауысы болу керек, ән айта білу керек, тілі таза болу керек, пластикасы, гипсі барлығы бар мүмкіншілігінде керемет деңгейде болғанын қалаймыз. Сондықтан сіздерге сәттілік, біздің есігіміз сіздер үшін әрдайым ашық. Санат Байсынов, мүсін мамандығы бойынша арнайы мұғаліммін. Бізде студенттердің үйренетін жұмыстары мен курстық жұмыстар, сонымен қатар үйлестіру сабағы бар. Үйлестіру сабағынан біз үйлестіру жұмыстарын жасаймыз. Ол кішігірім пластилиннен жұмыстар. Түспес бұрын алдын ала өздеріңіздің пластилиннен жасалған жұмыстарыңыз болу керек. Және қосымша оған сурет жұмыстар болу керек. А4 форматта, А3 форматта дегендей. Назар Дәуренбек. Дәл қазір бізде шеберлік сабағы болып жатыр 3-ші курсқа. Сол себепті қазір өздеріңіз көріп отқандай бізде жалаңаш сұлба, ер адам сұлбасы, соған байланысты жаңа сабақ тапсырмасы бойынша сабақ өтілуде. Ал енді келетін талапкерлерге бойында жаңағы таланты бар жігіттер келсе, қыздар келсе, сурет сала білсе, бояулармен жұмыс жасай білсе, одан кейін мына композиция дейміз ғой, орысша, үйлестіру қазақшасы, білім алып, кішкене содан хабардар болса екен деген сондай талаптарымыз бар. Жанова Алмагүл Мутикулаевна, киім дизайнында сабақ беремін. Мататану сабағы, модельдеу сабағы, құрастыру сабағы, шеберлік сабақтары. Киімді пішеміз, пішіп құрастырамыз. Сол құрастыруда модельдеу сабағын үйретеміз. Сонымен қатар бізде мататану сабағы. Мататану сабағында біздер маталарды зерттейміз, микроскоппен қараймыз. Олардың айқаспалары, түрлерін, маталарын зерттеп, осылай лабораториялық жұмыстар жүргіземіз. Талапкерлерге айтатын, балалар сурет салу білсе, тігуді, пішуді біздер осындай үйретеміз. Қанып Бегімір колледж оқушысы боламын. Осы ағаш мамандығына сабақ беремін. Колледжде ағаштың жалпы қыр-сырларын және олардан түрлі бұйымдар жасау, саз аспаптарын жасау, және де түрлі мүсіндер мен түрлі паналар жасауды үйретеміз. Әзіргі заманауи технология станоктармен кесіп, өңдеп оларды түрлі адамның ойындағы бұйымдарды жасауға студенттерді бағыттаймыз. Жалпы бұл колледжге түсу үшін бірнеше өзің салған суреттер болу керек. Ағаш бейнесінде соның текстуратурасын дейді, соның өңін әртүрлі ағаштың мысалға сасынан өңін беріп деген сияқты, қарағаштың өңін беріп деген сияқты, сондай тәсілге келтіріп бояу керек. Гүлжан Аркашин, я являюсь ведущим преподавателем на специальности станковой графики. В процессе обучения проходят студенты такие предметы, как композиция, мастерство, техника и технология, это именно специальность. И проходят они, начиная с простейших пейзажей, выполняют иллюстрации, то есть могут работать в художественной графике. Разные виды гравюры это включают в себя. Это
черно-белая линогравюра, цветная линогравюра, офорт на металле, сухая главного в стекле и также оригинальная графика. Мен Өмірзақов Алтынбек Қалманұлы, анимациялық графика деп аталады. Анимациядағы техника қозғалыстарын үйренеміз. Соңында нәтижесін 1 минут, 2 минуттық қысқа метражды фильммен аяқтаймыз. Келетін абитуриенттерге менің айтатын ақылым, ұсынысым дайындалып келеміз. Бірінші кезек жақсы сурет салу қабілеті, сурет сала білу керек. Келетін балдарға сосын еңбекқорлық, көп еңбек жасау керек болады, өйткені мыңдаған суреттер салу керек болады, анимация жасау үшін. Соған төзімділік қажет, еңбекқорлық қажет. Менің есімім Есенғазиев Алтынбек Мейрамбекович, металлды көркемдеу өңдеу мамандығы бойынша мұғаліммін. Бізде сақина, сырға, білезік, сондай жұмыстар жасаймыз. Қызықты процесс жұмыстар бар. Егер сіз бізге түскіңіз келсе, сіздер ең бірінші ой өрнекті сала білуіңіз керек. Және суретті де и кескіндемені де сала білу керек. Айгүл Молдабаевна, енді біздің осы колледжімізге оқуға түсетін болатын болса, сәндік қолданбалы қолөнерінде жаңа біз көркем тоқыма мамандығымыз ғой. Бірақ сол ішінде емтихан тапсырғанда сурет сабағынан емтихан тапсырады, кескіндеме, живопистен емтихан тапсырады. Сосын барып, осы өзіміздің мамандыққа байланысты, көркем тоқыма мамандығына байланысты емтихандар тапсыратын болады. Смаханов Қайрат Қанатовичпін, графикалық дизайн пәнінің мұғалімімін. Бүгін бізде макеттеу